Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Бұл әкімшілік пе? Иә. Менің әкім болғым келеді. Сіз не деп тұрсыз? Сіз жынданғанда саумысыз. Ей, сонда есі дұрыстарға әкім болуға болмай ма не? Балалар, адамдарға жақсылық жасап жүрсеңдер, өздеріңе де пайда, әлемде жақсарады. Апай, мен кеше көзі көрмейтін кісіні жолда өткізіп жібердім. Бәрекелді, жарайсың, Маржан. Апай, мен кеше Маржанға әлгі соқыр кісіні жолдан өткізуге көмектестім. Неге, Маржан өзі өткізбеп пе еді? Жоқ, ол кісі жолдан өткізі келмеді, біз оны қинап өткіздік. Балалар, сабақтың соңында сендерге бір сұрақ қойын. Африкада мекендейтін 5 жануарда атаңдар. Апай. Набат ата қойшы. 2 піл, 3 жираф. 5 болды ғой? Ожидается усиление ветра до 23. Алло, досым, қалайсыңдар? Не болды? Ана Астанада суық деп жатыр ғой. Жоқ, қатты суық емес. Минус 20 градус қой. Ана теледидарға кіріп қалсам, 40-50 градус деп жатыр ғой. Ол сырттың ауа райы шығар. Үйдің ішіндегі ауа райы 20 градус қой. Сен айтпайтын жағай. Менің қызым аты Гүлжан, ол өскенде гүлдей жайнап жүреді. Менің қызымның аты Жазира, ол өскенде жаздай жайнап жүреді. Менің қызымның аты Бота. Кім біледі, өскенде түйе болады. Так, оқушылар, тынышталамыз. Бүгін сабақта шығарма жазамыз. Шығарманың тақырыбы «Егер де мен директор болсам». Шығарма жазу барысында өз ойларыңызды еркін жазыңдар. Ей, Нұрдың, сен неге жазбай отырсың? Мен хатшымды күтіп отырмын. Қызым-ау, сен Дастанға тұрмысқа шықпай-ақ қойшы, өзі ақсақ, көзі қыли, басы таз ғой. Мама, оның сұлулығы керек емес қой. Адамгершілігі болса болды емес пе? Мен ол мағынада айтып жатқан жоқпын. Ол сенсіз ағамде қиындық көрген емес па? Айтпақшы, жаңа жылға қандай сыйлық алып берейін? Ой, бұл мен ойланбаппын да ғой. Жақсы онда. Мен саған ойлануға тағы бір жыл уақыт сыйлаймын. Асықпай ойлан. Жәмил, қалайсың? Келін болған қалай екен? Үйреніп қалдың ба? Айка, менде бәрі жақсы. Бірақ қайын ата мен енем аттарын айта алмай жүрмін. Соларды басқаша қалай атасам болады? Сәл ақылыңды қосшы, миым қатып кетті. Ата-енемнің аттары кім еді? Атамның аты Қасқырбай, енем аты Жібек қой. Сен онда былай айтасың, атаның атын Волк, ал енеңе Шолт дей салсай? Құршы бар е, айтпайтын жоқ сеніңше.
өзі? Тапсырған сияқтын. Не сұрады? Өзім де түсінбедім, ағылшын тілімен сұрады ғой. Балам, Ау? жөтелгенде аузыңды қолмен жауып жөтел. Әже, сіз сияқты тісі мұш кетпейді ғой. Ақерке, Ау, сен туған күнің қашан? мен туған күнім 20 қарашада ғой. Қай жылы? Жыл сайын болады ғой. Тиді, басекені атқамыз қандай? Білмеймін, әйтеуір ойбайлап кетті ғой. Анашым! Қайнап тұрған қазан ішіне тышқан түсіп кетті. Өлә, алып тастадың ба, күйіп қалмадың ба, не істедің өзі? Жоқ, тышқан тұстасын деп артынан мысық салып жібердім. Ойбай, масқара. Ей, құлыным. Ау, әже, ананы қарашы, бебеп кетіп бара жатыр. Ой, әже, қайдағы бебеп? BMW 224 қой. Ой, сізде. Мама, ақша деген немене? Ақша деген қымбат көлік, зәулім сарай, кофе және саяхат. Ал ақша жоқ болса не болады? Ақша жоқ дегеніміз автобус, жатақхана, қара шай және сенің әкең.